Ярослав Голю Ахметчит районында ен буюк ве ен терен сайла. Чөллернин ортасында Яшайыш адасы. Onun акваториясы Керчектен де балық үчүн женет еридир. Капалы Көрфез аквакультура асралмасы үчүн пек келиши. Карп, карась, беязамур, толстолобик, судак, окунь, пеленгас ве африкан сом балыклары. Бу питомникте атты энарсы садан бегенген деликатес емегіні тапа білер. Юрий Польченко сувда өз фермасыны 15 жыл эвелси ачханыда. Шымды мөссе истисал эткен балық бір йылда 300 000 тоннаға ете. У нас трехлетние обороты. Балықны 3 йыл бақамыз. Асырап башлаган вақыт 1 йыллық балықны аламыз. 3 йыл кечкен сон оларны тутып башлаймыз. 3 килоға ете. Шахси инкубатор Ильми Янашов ве ихтисаслы хадимлер. Бу эпсы осмеге имкан бере. Юрий Эмин, балыклар саглам ве иры олмасы үчүн оларны догру ашатмак керек. Ич бір химик вегенлер дыныштырылген кошма модделер. Инкубатор 5 жыл эвелси курулды. Махсус экзотик балыклар асралмасы үчүн. Африкан сом балыгы. Онун дамы форель балыгындан фарк этмей. Фияты исе баягы уджушча. Оны бахмак кыйын дегил. Кышта бу хавузларда африкан сом балыгы ялдай. Сувнын сыжаглыгы 26 градус. Язда исе оларны гөлге ебережеклер. Шымды исе махсус емілі ашаталар. Более büyük demir кутуларда яш балыклар осе. Айда кычыклер 2,5 тоннаға якын ем ашай. Onun 1 килосы 80 рубле кило үчүн эмде бу фиятка кетирилүүгө кошулмаган. Бу акваферма үчүн буюк пара, амма олар бу ишни бежирип олалар. Шу себептен иш адамы 3 жылдан бери девлет программаларында иштирак эте. Субсидии очень хорошо помогают. Субсидиялар ишни башлаган вакыт ем сатын алуында яхшы жардым эте. Бір кереден пара топлап оламайсың. Субсидия алсаң, оны емге масраф этесиң. Кешкен сене Кырым балык кожалыгынын инкишафына 33 миллион рубле айрылганы да. Бу балык өстүрүлүүнө, ишленилмесине ве эмди донатма сатын алуына. По сравнению с 19-м. 19-сенеге бакканда аквакультура ве ишленүү муэссиселер артты. Тахминен 25%. Фермачы Сейран Бекировнын давушына бір сүрі қой топлана. Айванлар энди чоқтан алыштылар, саба танда тізіліп отлаган ерлерге yol ала. Бүгін ава яғмырлы туман себебінден оларны зорнен көрмек мүмкін. Барашка должна пастись. Қой отламақ керек. Отламаса, мен оны насыл ашатсан білет ойдырып олымасын. О өзіне аш сайлай. Бекировлар 30 йылдан берлік қой бақувнен оғрашалар. Шымды оларда цигей ве думбалы чешітлерінің 600 баш айван бар. Бір қысмы қашарда, қалғанлары исе отлай. Шымды қойлар қозла башладылар. Оларны ашатмақ үчүн чоқ çalışмақ керек. Кой қожалық ветерлігіне субсидия алмақ ниетінен 2 кере мураджат еттілер. Тяжело одному все это. Өз күчлеріміз етмей бұйышны бежермек ағыр. Бөле программа олғанны пек яқшы, сақ олсынлар ярдым етелер. Бу фермада исе ақықый матриархат укум сүре. Тек сығырлар ве таналар. Епсі қырмызы чөл пародалы. Оларны бақмақ еңгілче ве энесасы чоқ суд берелер. Светлана Ковальская Бахтияр Усейновның фермасында 2 йылдан берлі çalışа. Айванларны севе ве кичик балларнен конушқан кыбы лаф ете, қолдан ашата. Емні sıcak суда жібеттеп, суд де қошам тойсынлар деп, тек сүтнен олар ені тоймайлар. Шымды енді сағмақ эвелкі кыбы қиын дегіл. Тек бір сағычы еті. Суткада сығырлар 500-ден зияда литра суд бере. Оны махсус танкерде топлайлар, соны сейерлі суд заводына тапшыралар. В зимнее, в летнее время у него ровно. Кыш олсын, яз олсын мында 2 градус. Завод бізден бойле шарайтлеріні талап ете. Суд фермада 36 сааттан зияде турмай. Суд қайделері бойлем. Бір ел эвелсі Бахтияр Усейнов 1,5 миллионлық грант әлді етті. Бұл параларға техника сатын алды. Бұндан ғайры ел субсидияларны кулана. В этой сфере уже давно крутимся для нас. Бу саада чоқтан берлі çalışамыз, вақыт субсидияларны куланамыз. Кой қожалық везірлігі талап еткен весихаларны топламақ қиын дегіл. Кет-кете субсидиялар арта ве бу ал кувандырам. Умумен алғанда Кырым кой хожалықларына 3 миллиард 200 000 рублелік грантлар берілді. Государственную поддержку получили. Девлет ярдымны 500-ден зияде кой хожалық тешкілаты әлде еті кечкен сене 1,5 бинге яқын аризаларны бақып чықты. Ве олары епсі қабул етілді, бір хожалық девлет ярдымның бір қат чешітні ала біле.
Шимди энди фермачы олмақ кені мот олаята. Керекли кыбы чалыш, девлет исе ярдым этер.